Мен адвокат Кішкенбаев Жұмабекұлы. Бүгін енді менің маған қатысты шығарылған үкімге байланысты апелляциялық шағым берілген болатын. Соның бүгін қарау керек болған. Бірақ қаралды, адвокаттарымыздың барлығы сөйледі. Бірақ прокурордың бүгінгі сот отырысына дайын еместігіне байланысты сотты кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Демек дәлелдер жеткіліксіз болып тұр ғой. Дәлелдер енді о бастан да бірінші сот кезінде де тергеу кезінде ешқандай прокурор дәлел сотқа ұсына алмады. Бірақ сот не себептен ешқандай дәлел болмағанына қарамастан өз бетінше үкім шығарып заңсызмен соттап отыр. Қазір уақытта қанша историяға оралуымыз бастан бастап айтып 2017 жылы бізде Алатау ауданының басқармасында, полиция басқармасында тергеу амалдары болып жатыр деп соған адвокат ретінде мені шақырды. Мен сол күні дежурный болдым сол жерде. Барған кезде адам отырды. Тергеуші маған осы адамды қорғайсың деп, кінәсін мойындап отыр, өкініп отыр деп. Мен сол жерде барып адамды қорғадым. Қорғағаннан кейін тергеуші бізге жаңа ақы төлеу туралы қаулы шығарып берді. 10 мың теңге жаңа мемлекеттің бюджетінен сол ақы төлеу туралы қаулыны алғаннан кейін мен ары қарай жаңағы өзіміздің есеп бөліміне бухгалтерияға өткізіп сол ақымызды бізге төленген болатын. Мен ол жерде 3 іске қатыстым. Негізі жалпы 5 іс болған. Үшеуіне мен қатыстым, екеуіне тағы 2 адвокат қатысқан. Сол 3 іске маған жаңа 30 мың теңге мемлекеттен ақша бөлінді. Мен сол ақшаны алдық. Енді ол 2017 жыл болған жағдай, 2018 жылы сол іс бойынша шекілік шықты. Сол істі жаңа жедел уәкілмен учаскелік инспектордың екеуінің өздерінің жұмыс көрсеткіштерін көрсету мақсатында жалған қылмыстар ұйымдастырғаны анықталды. Ол бойынша жаңа сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс агенттігі тергеу амалдарын жүргізіп, сол жерде тергеуші жаңа учаскелік инспектор кінәсі дәлелденіп, сол бойынша Алатау ауданы соты ол учаскеде 4 жылға бас бостандығын шектеу жазасымен соттаған болады. Сол кезде бізден тергеу амалдары жүргізген кезде бізден жауап алынды, бірақ біздің іс әрекетінде ешқандай қылмыстың құрамы болған жоқ. Сол күйінде бұл іс жабылған болады. Енді қазіргі уақытта не үшін бұл істі қозғап отқанын мен түсінбедім. Себебі мен бұған дейін де бірнеше жыл бойы осы карантиннің алдында осы әншілердің лотерея ойындарын ойнатқан кезде осы жәбірленушілер әншілердің лотерея ойыны алданған халықты қорғаған болатынмын. Сол халықтардың жаңағы айтуы бойынша әншілердің жарнамасына жаңағы Жазира Жанболат, Роза Әлқожа, Ақбота Керімбекова, Ернар Айдар деген сияқты әншілерге алданғандықтарын айтып, өзінің қорғауын сұраған болатын. Ол жерде 50 адам менің көмегіме жүгінді. Сол 50 адамның арызын арқалап мен Алматы қаласы экономикалық тергеу департаменті қылмыстық іс қозғау жөнінде арыз түсірдім. Бірақ ол жерде біздің жаңа әншілерден бөлек ұйымдастырушы 3 адам болған, үшеуіне де қатысты қылмыстық іс қозғау сұраған, бірақ біреуіне ғана қозғады. Қалған адамдарға қозғаған жоқ, әншілерге қозғаған жоқ. Осы жөнінде мен бірнеше рет бұқаралық құралдарға, ақпарат құралдарға мен сұхбат беріп, осы әншілерге қатысты және қасында ұйымдастырушыларға қатысты ешқандай тергеу амалдары жүрмей жатыр деп мәселені бірнеше рет көтергем. Сол үшін осы маған қудалаулар басталды. Одан бөлек біздің Алматы қаласының Алатау қудалауға тоқталайықшы. Нақты қандай нәрсе жасалды? Мысалы, құқық көрсету, қорқыныш сөздер. Енді маған Розаның тарапынан қарғыстар жасады. Неге сіз осы қудалауды қоймайсың? Неге біздің ізімізге түсе бересің деген сияқты, біз де алданған адамбыз деп. Сосын мен айтамын да, егер сіздің алданған болсаңыз, енді сіздің кінәңіз жоқтығын енді тергеу органдары бізге шығарып берсін де енді. Мен халыққа түсіндірейін де. Енді халықтың барлығы сіздерді кінәлап жатыр. Сіздің қасыңыздағы адамдарға да қылмыстық іс қозғалмай жатыр. Мен оларға не жауап беремін? Сол үшін мен амал жоқ бұқаралық құралдарға, мен ақпарат құралдарға сұхбат беруге мәжбүр болып жатырмын деп айтсам, олар керісінше олар өздерінің несін айтпайды, бірақ жаңағыдай әңгімелерді жібереді. Одан бөлек қорқыту, үркітулер болды ма? Қорқыту, үркітулер болған жоқ, бірақ Алатау ауданы сотының төрағасының тарапынан болды маған қысым көрсету. Сонымен қатар сол жердің судьясы бар, Аққұлов деген, және соттың төрағасы Тілеубаев деген тарапынан қысымдық болды. Маған қайта мен өйткені соттың өздерінің жұмыстарын тиісті деңгейде атқармаған үшін бірнеше рет осы Алматы қалалық сотына тәртіптік комиссияға шығарған болатын, сөгістік берілген болатын ол судьяларға. Сол үшін судьялар тарапынан маған қудалау басталды. Жалпы қазір халық енді аудандық деген біршама жұлдыздар, әншілер сізге былайша айтқан кезде тіс қайрап отыр ғой? Тіс қайрап отыр. Иә. Ол қайрап отыр. Одан бөлек енді мен ойлаймын, енді осы менің жаңағы тағылып отқан айып өте күмәнданып отырмын. Себебі бұл жерде 2017 жыл болған іс неге қазір қозғалып отыр? Ол бірінші, екінші, сол кезде неге мен кінәлі болсам, неге айып тағылмады? Сол учаскелік инспектормен бірге мені неге соттамады? Одан бөлек мен сол кезде 3 адвокат қатыстық. Неге 2 адвокатты іздемейді ешкім? Неге олардан жауап алмайды? Неге тек қана мені ғана іс қозғап, маған ғана осы айып тағып отыр? Айып таққанда осы прокурордың айыптау актісінде бірде-бір менің кінәм дәлелдейтін
дәлелдеме сотқа ұсынған жоқ. Мені 25 адвокат қорғап жатыр. 25 адвокаттың тең жартысынан көбі жоғары соттың судьялары, облыс соттың судьялары, барлығы білікті заңгерлер, барлығы көріп отыр. Іс материалда ешқандай да мені кінәрайтын бірде-бір дәлелі жоқ. Өзім де қанша жыл адвокатпын, қылмыстық қарап жүрген. Мен де қарап отырмын, ешқандай қылмыстың құрамы жоқ менің сәргер. Жаңа сіз қарсы шыққан әншілер осы істің қайта мұрындық болып отыр ма? Енді әр шыққан сайын өздерінің өкілеттілігін қолдану мүмкін ба, таныстарын мәселен? Ол да мүмкін деп ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен де енді мен халқым жаңағы жәбірленушілердің айтуы бойынша Ернар Айдар ұсталған кезде де оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, оны да қамаққа салған болатын. Оны да енді әншілердің ықпалымен шығарып алды деп жатыр жоғарыда ағалардың арқасында. Сол сияқты сондайларын қолдану арқылы маған да сондай іс көрсетіп отыр деп ойлаймын. Басқа енді ешқандай мен басқа ештеңе көріп тұрған жоқ. Енді қазір сот не үшін кейінге ауыстырылды? Сол бірнеше рет ауыстырып жатыр. Неге ауыстырып жатқаны мен түсініксіз. Ешқандай өздері мен ойлаймын, өздері дәлелдеп тоқталғаннан кейін қиналып жатқан шығар деп. Қай кезде соттың әңгімесін сіз естідіңіз? Жалпы сізге осы сотқа қай кезде шақырды және апелляциялық сотқа шағымды сіз қай уақытта түсірдіңіз? Маған қатысты үкім шығарылған кезден бастап біздің 15 күндік уақытымыз болады. Сол 15 күн уақытта түсірдік апелляциялық шағым. Енді қазір жәбірленушілердің барлығы маған хабарласып жатыр. 50 адамды қорғап жатырмын. Соның қазір 10-ы осыраға келді. Қалған 50-ның барлығы келесі 16-сында келеміз деп маған жазды. Барлығы осы жерде әншілердің жаңағы осы уақытта неге қылмыстық іс қозғалмайды, не үшін адвокат біздің қорғап отырған адвокат не үшін соттайды, неге лицензиясын алады деген өздерінің уәждерін келесі 16-сында отырыста келеміз деп жатыр. Жалпы сіздің атыңызға шығарылған бұл дау қай кезде, қай жылы басталды? Осы карантиннен кейін басталды. Өйткені карантинде лотерея ойындары ойналды ғой. Содан бастап осы халық алданды, халық маған қалай жүгінді. Мен сол халықтың арыздарын Алматы қаласы экономикалық тергеу департаменті түсірдім. Содан бастап осылай дау басталды. Сосын тағы айта кететін жағдай, осы Алматы қаласы экономикалық тергеу департаменті қылмыстық істі қайта жауып тастап, жаңағыдай әншілерге қатысты ешқандай іс қозғамағаннан кейін мен тергеушілерді осы Алматы қаласында тергеу соты деген бар, соған шағымданған болатын істерінен. Содан кейін сол тергеушілер маған қатысты қазір сол экономикалық тергеу департаменті қылмыстық қозғап отыр. Заңгер ретінде айтыңызшы, бұл халықтың барлығы жалпы гиф ойындары болсын, лотерея болсын, ақшаны өздері аударады ғой. Иә, солай ғой. Каспиймен болсын. Біздің заңнамамызда егер халық өз еркімен ақша аударатын болса, оны талап етуге құқылы ма? Енді соны талап етіп біз қазір беріп отырмыз ғой. Шағымымыздың негізі сол берген ақшамызды қайтарсын. Бізді алдап, енді олар өзінің ойына шақырды. Енді өздерің білесіздер, Ернар Айдардың ойнатқан лотереясында тігілген машинаның бәрі жоқ қой, ол арендовый машиналар. Ешқандай машина ұтысқа арналып алынып қойған машина жоқ. Барлығы жеке компаниялардың арендаға алынған машина, ол ойынға көрсету үшін ғана алған. Үйде тігілген үйлерде жоқ, ол жерде ешқандай. Сондықтан барлығы жалған екені анықталды. Бұрынғы сол жаңа Ернар Айдарды жаңағы лотереясын ұйымдастырған 3 адам, Азат Мәди Саламат деген. Осы Роза Әлқожаны айналдырып жүрген сол, Ақбота Керімбекованы айналдырып жүрген сол, оның алдында Жазира Жанболаттың да лотерея ойындары ұйымдастырғанда осы 3 жігіт айналдырып, бәрін айналдырып. Яғни бұл жерде тігілген ұтыс жоқ. Автокөліктің бәрі жалған. Ұтты деген адамдардың бәрі өтіп номер болып шықты, анықталды. Үшеуінің біреуіне ғана қылмыстық іс қозғады. Онда да бір жаңағы ешқандай да мүлкі жоқ, жаңағы былай айтқанда жалаң аяқ біреуге ғана қозғап қойды. Ал миллиардтап жаңағы миллиондап жек кеткен адамдардың бәрі қайрандап жүр. Оларға қатысты департамент бірде-бір қылмыстық қозғаған жоқ әлемде. Иә, олардың кінәсі бар жоқтығы да анықталған. Аға, енді осы лицензиялық құқығыңыздан енді лицензиядан айыратын болса, лицензиядан айыратын болса, енді біз жоғары сотқа шығамыз. Енді Ақордаға дейін баруға дейін барамын. Жоғары сотқа да шығамын. Егер олардан ешқандай нәтиже болмайтын болып, осы бұрмалаушылықты жалғастыра беретін болса, онда мен Біріккен ұлттар ұйымына шығып, қайықтан көмек сұруға мәжбүр боламын. Бұл жақта адамдардың құқығын қорғау ұйымы бар, арнайы, солардан көмек сұруға мәжбүр боламын. Өйткені бұл жерде менің ешқандай да кінәм жоқ. 10 мың теңге үшін ешкім қылмысқа бармайды. Мен табысым одан 100 есе табыс табамын айына. Мен ондай 10 мыңға барады деген ешқандай миға оңбайтын нәрсе. Бірақ соны судьялар біліп отырса да, үндемей қазір уақытта бірінші сот заңсыз шешім шығарып отыр. Бірде-бір дәлел жоқ іс материалда. Аға, айтыңызшы, осы 10 жылдық тәжірибеңізде шамамен қанша адамның жұмысын шешіп, қанша адамның енді менде өте көп адамды қорғадым десем, мен өзім азаматтық іс бойынша да, әкімшілік іс бойынша және қылмыстық іс бойынша да тәжірибелі адвокатпын. 3 маман 3 іс болса да жүргізеді. Барлығында да мен қаншама істерді жүргізіп, қаншама жетістікке жеткен адвокат. 10 жылдан бері істеп келемін.
енді бар үмітіміз осы Алматы қалалық апелляциялық сотта, алқада. Енді мен енді сотқа сенемін, әлде де әділ шешім шығарады деп ойлаймын. Бұл дау енді ұзаққа дейін бармайтын шығар, енді 16 күні сот өзінің нүктесін қоятын шығар, шешімін қабылдайтын шығар деп өзім ойлап отырамын. Ал негізінде сіздің жалпы соттың әңгімесі басталған кез ешкімнің ешқандай шағымы түспеген, прокурордың өзі қозғап отыр. Ешқандай да адам тарапынан түскен жоқ, прокурор өз бетінше қозғап отыр.